Өміріңізде бір ретте болсын осындай сайт шақыруды біреудің тойынан немесе TikTok, Instagram, басқа да әлеуметтік желілерден көріп қалған болсаңыздар, және де оны қалай жасайтынын білмей жүрсеңіздер, мінекей, бүгін біз сіздерге оны тегін және тез дайын болатын түрін үйрететін боламыз. Ең бірінші сіздер поискке кіріп, Tilda деп жазу керексіздер. Tilda деп біз латын алфавитімен жазамыз. Так. Бізде ең бірінші шыққан сайтқа өтеміз. Өткеннен кейін оң жақ төбеде регистрация деген батырма болады. Осы батырмаға кіріп, өзіміздің логинімізді, паролімізді жазып тіркелетін боламыз. Мендегі регистрация жасалып қойылған. Өз аккаунтыма кірейін. Кіргеннен кейін сіздерде дәл осындай объект ашылады, яғни прогрессал объекті. Сіздерде бірінші өз проектіңізді атыңызды автомат түрде таңдайтын боласыздар. Одан кейін үстіңгі жақта тариф оплата деген батырма болады. Осы батырмаға өтеміз. Өткеннен кейін мына жерде 2 аптаға тегін бізде қолдану мүмкіндік береді. Соны біз регистрация жасап басатын боламыз. 2 аптаны бұл Tilda әрбір жазылушыға жаңадан тіркелген 2 апталық тегін пробалық версияны беретін болады. Осы версияның ішінде біз сайт шақыруды толыққан жасап үйреніп, одан кейін оны қолдансақ болады. 2 апта өткеннен кейін біз 1 жылдық немесе 1 айлық бізде абоненттерін сатып алып, ары қарай сайт шақыру жасайтын боламыз. Бұл бізге қазір қатты қажет жоқ. Бірінші 2 апталық пробалық версиясын бастаймыз. О деген профилға өтіп, өзіміздің мына жердегі аккаунтымызды подтверждение жасайтын боламыз. Ол сіздің, егер де сіз Gmail-мен тіркелетін болсаңыз, сіздің Google Gmail-ыңызға кіріп, email-мен тіркелетін болсаңыз, email поштаңызға келетін болады. Мой сайты деген жерге өтеміз, өзіміздің проектіге өтеміз. Өткеннен кейін оң жақ төбеде создать новый страница деген батырма болады. Сіздерде мына жерде ешқандай дүние болмайды, жаңадан тіркелгендіктен. Менде бұл жұмыс аккаунты болғаннан кейін бұған қатты мән бермеңіздер. Создать новый страница деген батырманы бастық. Басқаннан кейін бізде новая страница деген батырма шықты. Енді бұл жерде сіздерге кішкене түсіндіре кетейін. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бизнес, магазин, блог, басқа да неше түрлі форматтарға арналып жазулар тұр. Бұлар бізде тегін сайт шақырудың шаблондары болып табылады. Tilda бұл ең танымал конструкты шаблондар жасауға арналған сайт болып табылады. Мына жерде неше түрлі бизнестерге, неше түрлі дүниелерге арналған тегін шаблондар тұр. Мен сіздерге біреуін көрсете кетейін. Мына жерде бизнес деген батырманы басайық. Бізде учите английский онлайн деп тұр. Яғни английский курстарыңыз болатын болса, осы шаблонды қолданып, мына жердегі фотоны өзгертіп, өзіңіздің фотоңызды қойсаңыздар болады. Атауын өзгертіп, время деген жерге басқа дүниелер жазып, ағылшын курсыңыздың отзывтарын, не үйрететінін, қалай жұмыс істейтінін, қандай методика қолданатындарын қолданып жазу арқылы осы тегін шаблондарды қолдансаңыздар болады. Бұл шаблондар сіздің бизнесіңізді ары қарай дамуына, продажаның жақсаруына көмектесетін болады. Жай ғана сілтемені алып, өзіңіздің Instagram парақшаңызда биоға қалдырып қоясыздар. Клиенттер сол жерге өтеді де сіз туралы толыққанды ақпарат білетін болады. Осы арқылы Tilda өте танымал. Бүгінгі біздің жасайтын шақыруымыз тойға арналған болған екен, бізде ондай шаблон, дайын шаблон жоқ, өкінішке орай. Сол себепті өзіміз нөлден бастап жасайтын боламыз. Ең бірінші тұрған пустой страницаға өтеміз, үстін бір рет басамыз. Бізде дәл осындай шаблон жасауға арналған объект, яғни блоктар объекті ашылады. Көріп отқандарыңыздай бізде zero деген блок бар, одан кейін қалған блоктар тұр. Zero блок пен қалған блоктар бөлек тұр. Себебі бізде zero бұл нөлдік, нөлден бастап жасайтын блок, яғни бұл алтын блок деп атасақ та болады. Бұл блокта басқа блоктар жасай алмайтын, сайтымызға музыка қоса аламыз, анимациялық дүниелер қоса аламыз, және де видеолар қоса, кері уақытты санаушы таймерді қоса аламыз, анкетаны қоса аламыз. Тағы да неше түрлі көптеген функциялары бар. Соларды zero арқылы жасай аламыз. Бүгін сіздерге тез дайын болатын шаблон жасайтын болғандықтан бұл zero блокты қолданбаймыз. Біз блоки арқылы жасайтын боламыз.
егер де сіздер ZeroBlog арқылы нағыз профессионалды бағана видеода көрсеткендей осындай әдемі шақыруларды жасағыларыңыз келетін болса, біздің авторлық курсымызға жазылсаңыздар болады. Бізде авторлық курсымызда тилданы толыққанды үйрететін боламыз. Ол жерде анимациялық фотосуреттер, тугис картаны қалай қосу керек, келік уақыт санаушы және қонақтар тізімін білуге арналған Google форманы үйрететін боламыз. Одан кейін бізде неше түрлі бонустар бар. Тіркелген адамдар үшін 4 сайт шақыру тегін берілетін болады, видео шақыру курсы тегін берілетін болады. Одан кейін видео шаблондары беріледі, фото шақыру курстары бойынша видеолар салынып, оның шаблондары берілетін болады. Яғни сіздер 99 теңге арқылы курсқа тіркеліп, 4 тегін шаблондар алып, видео шаблондарды алып, оны тегін қолданып сатсаңыздар болады. Негізі бұл курстың бағасы өте тиімді. Ары қарай жалғастыратын боламыз. Біз Vlog деген батырманы басайық, обложка деген жерге өтеміз. Осы жерден бір фотоны таңдайтын боламыз. Мен бірінші фотоны таңдайын. Енді контент деген жерге өтеміз. Бұл фотоны таңдаған себебіміз мына жерге жазуларды өшіріп, тойға шақыру деп жазатын боламыз. Тойға шақыру деген мына жердегі жазуды, мына жердегі жазу өшіртеміз описанияға. Екі жұптың есімін жазайық. Екі жұптың есімін ойша біз Айым мен Нұрсат дейік. Нұрсат, Айым дейік. Және бұл шақыру жазулардың шрифтарын өзгертетін боламыз. Үстін бір рет басатын болсаңыздар, үстеріне көріп тұрғандай жеріне қалаламыз жазуымызды, немесе оны курсив арқылы жатқызсақ болады. Оның шрифтін өзгерте аламыз, размерін өзгерте аламыз, оны центрге қоя аламыз. Неше түрлі өзгерістер жасай алатын боламыз. Мен дәл қазір тек қана шрифтін өзгертіп, одан кейін оның размерін үлкейтетін боламын. Размерді 22-ке қояйық. Бізде батырманы өшіріп тастайық. Деген шрифтті басамыз да, бір шрифтті таңдайтын боламыз. Джорджи деген шрифт таңдадық. Бұл бізде сайтқа тіркелген кезде өзі беретін шрифт болып табылады. Мен Гарморн деген шрифт таңдайын. Ол Гарморнды біз настройка арқылы таңдаған болатынбыз. Шрифт таңдау бойынша бізде видео салынған болатын YouTube каналға, сол жерден қарасаңыздар болады. Ары қарай толыққанды қазақ тіліндегі шрифттарды алу үшін біздің Telegram каналға жазылсаңыздар болады. Мінекей дәл қазіргі таңда бізде 9 жазылушы бар. Екінші каналымызда 30-дан аса жазылушы тіркелген. Осы жерде бізде көріп тұрғаныңыздар неше түрлі тегін шаблондар беретін боламыз. Бұл тек қана бастамасы, алдағы уақытта тағы да шаблондар қосылатын болады. Видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын. Ең бірінші сіздер біздің YouTube каналға тіркеліп, лайк бассаңыздар болғаны. Біздің ары қарай дамуымызға, осылай адамдарға пайдалы дүниелерді жасап отырмызға көмектесіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Нұрсат Айым деген мына жерде қате жазған екенмін. Нұрсат Айым деген шрифтті өзгертетін боламыз. Гарморн деген шрифт таңдаймыз. Размерін 30-ға қоямыз. Және сохраните закрыть. Көріп тұрғаныңыздай бізде жазу жазылды. Және ортадағы төбе жақта ноутбук версия, одан кейін телефон версиясы берілген. Телефон версиясын басатын болсақ, біздің телефонда ашқан кезде шақыруымыз дәл осылай көрінетін болады. Енді артындағы фотоны өзгертейік. Контент деген жерге қайта өтеміз. Загрузить деген файл деп тұрады. Мына жерге файлда фотоны өшіріп тастаймыз да. Осы жерге екі жұптың фотосын жүктесеңіздер болады. Менде ондай фото жоқ, сол себепті Pinterestке кіремін де свадьба деп жазамын, немесе үйлену той деген сияқты жазатын боламын. Бұл жерге кез келген тілде жазсаңыздар болады. Қазақша, ағылшынша, орысша, бұл кез келген тілде түсінеді. Pinterestті қолданатын адамдар бұны жақсы біледі деп ойлаймын. Сохранить етеміз осы фотоны. Қайтадан телдаға өтеміз, загрузить файлға басып, осы жерге жүктейтін боламыз. Фото жүктелді, сохранить закрыть деген басамыз. Мінекей, бізді
бірінші бөлігі дайын болды. Ары қарай жасаймыз. Плюс деген батырманы басамыз. Осы жерге енді текст жазамыз. Бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші тұрған текстовый блок деген батырма болады. Соны басамыз да бірінші тұрғанды таңдайық. Осы жерге құрметті қонақтар, сіздерді осындай деп жазатын боламыз. Ол менде алдын ала дайындалып қойылған. Осы текст алайын да осы жерге жүктей қояйын. Видео тез болу үшін. Бізде Нұрсат пен Айым болған. Нұрсат пен Айым деп жазайық. Және шрифттарын өзгертетін боламыз. Мына жерге шрифтті алайын да мен өзімнің дайындап қойған шрифтімді жүктеймін. Және бұл шрифттардың барлығын дәл ортаға қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде мына шрифт басқа шрифттерден қарағанда өзгеше. Бұл шрифтті сіздер тилданың ішінен таба алмайсыздар. Тек қана біздің YouTube каналға жазылған адамдар үшін бұл шрифттарды біз тегін береміз. Мінекей мына жерде Кызы Маргарита деген шрифт болады. Кызы Маргарита, Кызы Чемпион деген шрифттер. Осы шрифттер алып настройкаға жүктейміз. Оны YouTube каналда таба аласыздар. Сохранить и закрыть деген батырманы басамыз. Енді көріп отқандарыңыздай мына жер мен мына жердің арасы бізде өте алшақ тұр. Осы аралықтарды біз азайтып тастайтын боламыз. Настройка деген жерге басамыз. Отпустить сверху дегенді нөлге қоямыз. Отпустить снизу дегенді қайтадан нөлге қоямыз. Сохранить и закрыть етеміз. Плюсті ары қарай басамыз. Енді бұл жерге біз фото жүктейтін боламыз. Яғни безендіруші аймақ ретінде қолданамыз. Оған обложкаға кірсек болады, немесе мына жерде галерия деген батырманы қолдансақ болады. Мен изображение қолданайын. Осы жерден біреуін таңдайық. Так, мен бұл жерден екіншісін таңдай қояйын. Екіншісін таңдадық. Жоқ, екіншісі бізге келмейді. Біріншісін таңдайық. Осы жерге фото жүктейтін боламыз. Мен әрине алдын ала жүктеп қойған фотоларымды аламын да, біреуін қолданатын боламын. Контентке жерге өтеміз, загрузить файлды басамыз, жүктейміз. Сохранить, закрыть басамыз. Мына жерге артық аралықтар аламыз да, отпустить сверху деген нөлге қоямыз, отпустить снизу дегенді нөлге қоямыз да, сохранить и закрыть етеміз. Мінекей бізде шақырымыз әдемі болып басталды. Плюсті қайтан басамыз, текст деген жерге өтеміз. Осы жерге тағы текст жазатын боламыз. Ол текстті біз құрметпен деп той иелерін жазып, той салтанатын уақытын жазатын боламыз. Мен примерно бір уақыт алайын, контент деп жазайын. Осы жерге аламыз, сайт етеміз. Текстің барлығын ортаға қоямыз, және шрифтті гармон деген шрифтке қойып, размерін 22-ке қойып, сохранить и закрыть дейік. Енді аралықтарын біз кішірейтіп тастайтын боламыз. Тағы да бізде екінші жолы бар. Мына жердің үстін басып барамыз да төбеге қарай көтеретін боламыз. Так, бізде жұмыс көтеріліпті. Тағы да астын аламыз да осылай кішірейтіп қолдансақ болады. Ары қарай плюсті басамыз. Тағы да осы фотоның қойсақ болады. Так, мен осыны алайын да копировка деген батырманы басайын. Мына жерде көріп тұрғансыз дублировать деген батырма болады. Онысын аламын да, мына жердегі стрелка арқылы астыға түсіремін. Плюсті қайттан басамын, тексті аламын да, осы жердегі текстке енді мекен-жайды жазатын боламын. Мекен-жайды аламыз, копировка жасаймыз, контент деген жерге өтеміз, выставить етеміз, және шрифтін өзгертеміз де, размерін 24-ке қоямыз. Шрифтті гармонға қоямыз, ортаға қоямыз. Бізде бұл жерде мекен-жай жазылды. Мен шамамен Ақтау қаласы дей салдым. Айша сарайы, мейрамханасы дедім. Одан кейін сіздерге ыңғайлы болу үшін төменде көрсетілген сілтемеге өтіп, тугис картаны пайдалансаңыздар болады деп жаздым. Яғни бұл жерге біз тугис картаны қазір қоятын боламыз. Адамдар мекен-жайды бірден білу үшін
туги сілтеменің үстін просто басу арқылы бірден мекенжайды көре алады. Бұл мінекей өте тамаша дүние. Сохранить или закрыть деген батырманы басамыз. Екі арасын кішірейтіп тастайтын боламыз. Насыр үлкен жерге өтеміз. Нөлге қойдық. Тағы да нөлге қойдық. Сохранить и закрыть деп бастық. Так, бізде кішірейтіп меғатты. Контенттен аламыз. Жерегі артық жазуларды алып өшіп тастайтын боламыз. Плюсті басамыз. Астқа қарай түсетін болсақ, бізде соцсети деген батырма болады. Осы жерден біреуін таңдайтын боламыз. Мен мынаны таңдайын. Контент деген жерге өттік. Так, бізде бұл келмейді. Плюсті қайттан басайық. Ең бірінші тұрған таңдайық. Контент деген жерге өтеміз. Facebook, Twitter дегенді аламыз. Классик арқылы өшіп тастаймыз. Download пунктті басып, веб-сайт деген жерде өтеміз. Осы жерге сілтемені жүктейтін боламыз. Тугис деп іздейік. Тугис картаға өттік. Бір кез келген мейрамхананы ала тұрайын. Мына бізде Wufuk дейтін мейрамхана, отправить деген жерді басып, сілтемесін көшіріп аламыз да. Қайтадан тилдаға өтіп, осы жерге сілтемесін выставить етеміз. Сохранить и закрыть деген батырманы бастық. Екі араларын аламыз да. Осы жолы 0,5 лайнға қоямыз. Қатты арасы жақын болмау үшін мінекей бізде шақыруымыз 90%-ке дайын болды. Ары қарай аппликовать деген батырманы басайық. Осы жерге біз код жазамыз. Мен 23-24-те код жазған болатынмын. Егер сіздер тағы да бір сайт жасайтын болсаңыздар, бұл кодпен ол сайттың коды бір-біріне сәйкес болмау керек, яғни бірыңғай болу қажет. Осы сілтемені аламыз да өзіміздің қонақтарға жіберетін боламыз. Яғни бұны жай ғана жібермей, бұл жерге құрметті қонақтар, сіздерді осындай Нұрым мен Айымның үйлену тойына шақыратын боламыз. Ол сілтемен, ол тойға шақыруды осы сілтемеден көрсеңіздер болады деп жазатын боламыз. Яғни қонақтарға бұл сілтеме сенімді және түсінікті болу үшін. Енді бұл видео бізде 150 лайк жинайтын болса, мен ары қарай қонақтар тізімін білуге арналған Google форманы жасайтын боламын. Яғни түсіріп видеосын салатын боламын. Ол Google форма арқылы қонақтар келейм, келмейм деген сіздер біле аласыздар. Және де мынандай біздегі харіптерді, яғни шрифттарды қалай жүктеу керек екені бойынша мен видео салатын боламын. Ол үшін сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Алдағы бөлімде біз жақсы дүниелер салатын боламыз. Егер де біздің курс туралы ақпарат алғыларыңыз келетін болса, осы видеоның астыңғы жағында сілтеме қалдыратын боламын. WhatsApp-қа курс деп жазсаңыздар болғаны. Ол жерден мынандай әдемі шақыруларды қалай жасау керек екені бойынша біз сіздерге арналып авторлық курс жасаған болатынбыз. Бағана айтқандай, бұл курста неше түрлі бонустар бар. 4 сайт шақыруға тегін болады. Үйлену, ұзату, тағы да 2 шаблондар. Оны аласыздар да адамдарға тек қана аттарын, жазуларын өзгерту арқылы сатсаңыздар болады. Видео шақыру курстарын қосымша беретін боламыз. Фото шақыру курстарын қосымша беретін боламыз. Және де бұл шақыру курсы доступ шексіз болады. Кері байланыс жазылған адамдар үшін 1 ай уақыттың ішінде кері байланыс жүретін болады. Осымен видео аяқталды. Сіздерге рахмет қолдап отырғандарыңызға.